Жапонияда шашы өсетін қуыршақ бар екенін білесіз бе? Бұл ертегі емес, ол расымен де бар. Хоккайдо аралындағы Менэнзи ғибадатханасында сақтаулы тұр. Бірақ ешкім бұл құбылысты қалай тоқтататынын білмейді. Аңызға сенсек, 1918 жылы бір бала кішкентай қарындасы Окикоға сатып алып берген. Окико болса қуыршаққа қатты бауыр басады. Онымен бірге ұйықтайтын, бірге тамақтанатын, тіпті сөйлесетін. Бірақ көп ұзамай Окико ауырып қаза табады. Отбасы болса қуыршақты қызымен бірге жерлеуді ойлаған. Бірақ естелік ретінде қуыршақты үйлерінде қалдырады. Араға бірнеше апта салып, отбасы бір тылсым нәрсені байқайды. Қуыршақтың шашы өсіп жатыр. Алғашында көзге әрең көрінетін жіңішке талдар болса, кейін кәдімгі ұзын шашқа айналады. Шашын қиған болатын, бірақ ол бәрібір қайта-қайта өсе берді. Бұған үрейленіп қалған отбасы оны ғибадатханаға тапсырады. Алманақтар болса үнемі оның шашын қиып тұруға мәжбүр. Ғалымдар қуыршақты зерттегенде оның шашы нағыз адамның шашы екенін анықтаған, бірақ кімге тиесілі екенін анықтай алмады. Қазірде ол қуыршақтың шашы жыл сайын қалыңдап ұзаруын жалғастыруда. Көбірек контент көргіңіз келсе, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің менің арнама жазылуыңыз мен үшін үлкен мотивация.